1985 жыл. Әкем жасап берген әткеншекте тербеніп отырмын. Арманым асқақ, қиялдап, көз алдыма елестетіп отырмын. Дәл осы әке-шешемнің маңдайының тері сіңген жерге 3 қабатты зәулім үй салып, инабатты келін түсіріп, әке-шешемнің қолын ыстық суға малып, елдің алғысын, ата-анамның батасын алып жүр екенмін. Иә, мен бұлай жиі қиялдаймын, тіпті кейде түсімде көремін. Бірақ ата-анам 40 градус ыстықта жапан далада жан бағу үшін қабырғасын қайыстырып, пияз егіп, біреуге жалдамалы жұмыс жасап жатқанын көргенде менің қиялым сап тыйылады. Мен осы үйдің жалғыз ұлымын. Алла тағалам ата-анама басқа перзент, маған бауыр бұйыртпапты. Жақында мектепті тәмамдап қалаға кетемін. Осы күн жақындаған сайын жалғыз болғаныма қынжыламын. Мен кетсем, ата-анам жалғыз өздері қалады. Бұл менің басты уайымым. Өзім үздік оқушымын, анамның қамқоршылығының арқасында. Өздері қанша қара жұмыс жасаса да, маған жасатпады. Анам, балам, сен оқы, қаламның ұшымен нан тап дейтін. Кейде әкем жұмысын үлгере алмай жатса, ашумен анама, мына балаң масыл болатын болды. Жұмыс істесе адам болар еді деп дауыс көтеріп қояды. Әкемді де түсінемін, зіңгіттей жігітпін, көмектессін деді ғой. Мен қорыққан күн жетті. Мектеп бітіріп, Алматыға оқуға түстім. Түбі ауылға келемін ғой деген мақсатта агромония саласына түстім. Ата-анамды қимай, көршілеріме дайындап, пойызға мініп 2 күндік жолға аттандым. Пойызда жалғыз кетіп бара жатқан мен ғана. Барлық студенттердің ата-ана бауырлары еріп бара жатыр. Мен оған бір ұялып, бір мақтанып қоямын. Арман қала Алматыға да жетіп келдік. Өте көркем қала. Ел айтқандай ақ екен. Сұрастырып жүріп оқу орнымды тауып бардым. Жатақханаға орналастым. Сабақ басталуына әлі 2 күн бар. Сыртқа шығып, түнгі жұмыс істей бастадым. Ата-анама ауырлығым тимесе екен. Бір мейрамханаға даяшы болып қабылдандым. Өзімше мәзбін. Оқу басталды. Күнімен оқу, түнімен жұмыс. Ұйықтауға уақыт болмай мең-зең болып жүрмін. Жатақханадағы қасымдағы ұлдар маған келіп, бізбен бірге жұмыс жасасайшы, ауыр емес, ақшасы да жақсы деді. Мен олар жайлы шыны керек бір бөлмеде жатсақ та ештеңе білмейді екенмін. Ол не жұмыс деп сұрадым. Арасынан аласа бойлы Сәкен деген жігіт, түнде 1-2 сағат заттасимыз, как почта деді, езуін қисайтып. Даяшыдан жақсы, ақшасы да жақсы, ата-анама да жіберіп тұрамын. Қиялым тағы шарықтап кетті. Бүгін жігіттермен жұмысқа шықтық. Мен ойлағанмын, үлкен жүктер тасимыз деп. Қайдағы кішкентай бір пакет белгіленген мекенжайға алып барып беремін. Болды. Маған бұл жұмыс ұнады. Біраз есімді жинап қалдым. Сабақ оқуға да, ұйықтауға да, жұмыс жасауға да, тіпті кейде қыдыруға да уақыт жетіп жатыр. 1 ай болды. Біраз ақша жинап ата-анама жібердім. Бүгін жұмысқа жалғыз шығатын болдым. Басқа ұлдардың шаруасы шығып сұранды. Олардың да жұмысын жасап, 2 есе ақша аламын деп шықтым. 2-ші мекенжайға келіп едім, полиция қызметкерлері келіп 2 қолымды қайырып алып кетті. Не болды? Не үшін? Неге? Қалай? дей бердім сасқанымнан. Полиция бөлімшесіне алып келді. Ештеңе, дымды да түсінбей, бұрын-соңды бөлімшенің маңына жолап көрмегенмен басым қатып отыр. Тергеуші: аты-жөнің кім? Үсенов Азамат Қасымұлы. Бұл қылмыстық іске қашан, қалай келдің? Жұмыс жасау қылмыс па? Ұрланған бағалы заттарды сату қашаннан бері жұмыс болған? Қайдағы ұрланған алтын? Біз кешкі кезекпен қоймадан ювелирный заттарды жеткіземіз. Өтірік айтуды доғар. Сыбайластарың басшың кім? Басшыны білмеймін. Жатақханадағы достарыммен бірге жасаймыз жұмысты. Енді 1 ай ғана болды. Сенің ісіңді сотқа жібереміз. Қазір уақытша қамауда боласың. Осындай жағдайға түскеніме сене алар емеспін. Әке-шешеме жетпесе екен, олар уайымдамаса екен. Бір түнім 1 ғасырға созылғандай бітер емес. 1 апта соттың болуын күттім. Қасымдағы достарым хабарсыз жоқ болып кетті. Сот мені кінәлі деп шешіп, 6 жылға бас бостандығымнан айырды. О Аллам, көрер күнім осы ма еді. Көзімнен пара-пара жас тоқтамай ағып жатыр. Ата-анама не бетімді айтамын, енді қайттым. Ойлана, ол кісілерге ештеңе айтпауды ұйғардым. Уақыт өте берді. Мен ай сайын әке-шешеме оқуым жақсы, жұмыс жасап жүрмін деген жалған хаттар жазып отырдым. Жазғы демалыс келді. Жұмысты сылтауратып бара алмайтынымды айтып, тағы хат жолдадым. 3 жылда өтті. Әкем: балам, сенің келе алмайтыныңды түсіндік, өзіміз барамыз, сені сағындық деген хат жолдапты.
Барлық хаттар жатақханаға келеді. Оны Айнұр есімді ауылдасым маған жеткізіп берді. Бұл хатты оқып, екі көзім төртеу болып, басым жарылардай болып отырмын. Әкем келгенше түрме бастығынан бір күнге ұқыпты тәртібім үшін жіберуді сұрап, хаттама жаздым. Қанағаттандырмады. Әкем келді. Айнұр амалсыздан ол кісіні маған алып келді. Менің түрмеде отырған түрімді көрген әкем бозарып кетті. Менің басым салбырап, әкеме қарайтын бетім жоқ. Әкем қасыма келіп кең құшағына алды. Көзінен мөлтілдеп жас аға кетті. Әкемнің мұндай әлсіз кезін ешқашан көрмеппін. Анамның денсаулығы болмай жолға шықпапты. Әкеме бүкіл мән-жайды түсіндірдім. Кінәсіз екенімді айттым. Әкем істі қайта көтеріп ақтап алатынын айтты. Менде үміт пайда бола бастады. Одан үстімнен тау қопарылғандай жеңіл болып қалдым. Әкем анда-мұнда сандалып жан айқайын жеткізбек болды. Бірақ қалтасында көк тиыны жоқ қаусаған шалды ешкім қаперіне де ілмеді. Қайта қарау жөнінде жазған арызымыз қабылданбады. Әкем, анаң бұл ауыртпалықты көтере алмайды, оған айтпаймыз деді де ауылға аттанды. Анаммен арасында телефон арқылы сөйлесіп тұрдым. Ол кісі мені жақында дипломын алады да ауылға келеді деп ойлап жүр. Амал нешік, 4 жыл зымырап өте шықты. Диплом да жоқ, ауылға қайтатын бала да жоқ. Анама тағы 2 жыл қалада магистратураны оқып қалатынымды айтып алдадым. Анам жолға жарамайды. Жарты жыл сайын әкем келіп тұрды. 5 жылдан соң амнистияға ілініп, 1 жыл ерте қамаудан шықтым. О жарық дүние, кең әлем, саф таза ауа. Сені де көрер күнім бар екен-ау. Қамалдан шығып қайда барарым белгісіз, алға қарай кетіп барам. Әр адым басқан сайын әткеншекте отырып қиялдаған армандарым көз алдыма елестейді. Сыртта қиын заман, нан таба алмай зар жылап жүрген халық көп. Ауылға қайтсам бекен? Жоқ, қалай барам? Кішкене қаражат жинап барайын деп ойладым. Жұмыс іздеп жүрмін. Цемент зауытына жүк артушы болып кірдім. Күніне 100 қаптан аса цемент тасимын. Беретіні 200 сом. Ол дымға да жетпейді. Солай жүріп аяғымды сындырып алдым. 4 ай ауруханада жаттым. Ақсаңдап ауруханадан шықтым да не болса да ауылға қайтуды жөн көрдім. Не диплом жоқ, не ақша жоқ, не денсаулық жоқ. Арман қуып келген Алматым мені арманымнан айырды. Жолда ауылға кетіп бара жатырмын. Анам менің бұл хәлім жайлы ештеңе де білмейді. Ойлана беріп миым да ауырып кетті. Ата мекенім, құт мекенім ауылыма да жеттім. Не қуанарымды, не мұңаярымды білмей тұрмын. Үйге қарай ақсаңдап барамын. Осынша жыл сені алдадым, ана деп қалай айтамын. Үйге келсем ешкім жоқ. Әдеттегідей егістік жақта шығар деп ойладым. Кішкене демалып егістікке қарай бет алдым. Жолда көршіммен жолығып аман саулық сұрасып болған соң, көрші, Алла жеңілдігін берсін, анаң аяққа тұрып кетсін деді. Түсінбедім, неге олай дейсіз? Сен білмеуші ме едің? Анаң ауруханада жатқанына 1 айдың жүзі болды, сал болып қалды. Үстімнен мұздай су құйып жібергендей болдым. Ауруханаға шолтаңдап жүгіріп барамын. Жақын жерім алыс болып кеткенде жете алар емеспін. Анама келдім. Анам қайда деп жеткен бойда айғайға бастым. Ана, анашым, мені кешірші. Мен бейбақ ұлыңды кешірші. Арманым асқақ еді. Жете алмадым. Енді сен мені бұлай жазаламашы. Тұршы орныңнан, тұршы. Дәрігер қолымнан сүйреп шығарып жіберді. Әкем мешітте екен, сонда бардым. Бардым да Аллаға алдым. Қай күнәм үшін жазалап жатырсың, Алла тағалам, не жаздым? Тек анаммен жазаламашы. Өмір сүргім келмей, анаммен қоштасайын деп ауруханаға келдім. Келіп қолынан ұстап едім, анамның жансыз қолдары дірілдеп кетті. Бір сиқыр жүзеге асқандай, Алла мені тыңдапты. 1 жыл көлемінде анам есін жинады. Менің де аяғым дұрысталып келеді. Оқымасам да қабілетің бар деп, мені ауылдағы фермаға агроном етіп жұмысқа алды. Әке-шешеме арманымдағыдай өмір сыйламасам да, адал ұл болдым. Айнұр оқуын бітірген соң екеуміз үйлендік. Өте жақсы қыз, тура бір түсімдегідей. Мүмкін сол кездегі арманым біртіндеп орындалып келе жатқан шығар. Арманым арман қалада емес, кішкентай ғана ауылымда жүзеге асып жатыр. Ұққаным, арманның артынан жүгірмеу керек. Сенімің мол болса, арман сені іздеп келеді екен. Армандаңыздар, талмаңыздар.